Баршаңызға қайырлы күн. Каналға қош келдіңіз. Бүгінгі видеода қытырлақ картоп немесе чипсы жасайтын боламыз. Осы чипсидің жасалу жолы және қытырлақ болып шығу сырымен бөлісетін боламын. Бір рет дәмін көргеннен соң ешқашан дүкеннен алмайтын боласыз. Өйткені өз қолыңызбен жасайсыз. Құрамында зиянды дәмдеуіштер болмайды, әрі арзанға шығады. Қытырлақ картопты әртүрлі соустармен жеуге болады. Видеоны аяғына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керек зат ол картоп. Оны өте жұқа қылып тураймыз, немесе арнайы пластқа бөліп турайтын құралдарды пайдалансаңыз болады. Менде ондай құрал болмағандықтан пышақпен барынша жұқа қылып тураймын. Қалыңдығы шамамен 1-2 мм болады. Әртүрлі болса да түк етпейді. Қалың қылып турамасаңыз ғана болады. Енді қайнап тұрған ыстық суға 40 секундтай саламыз. Себебі картоптың құрамында крахмал көп болғандықтан ыстық су крахмалды өзіне тартып алады. Араластырамыз. Картопты пісірмаймыз, жай ғана крахмалынан құтыламыз. Енді сүзгішпен сүзіп аламыз, қағаз сүлгіге немесе орамалға саламыз. Енді картоптың құрамындағы артық ылғалдан құтыламыз. Өстіп қағаз сүлгімен барлығын сүртіп аламыз. Егерде картоптың құрамында су қалып қойса, пісірген кезде жан-жаққа май шашырап, күйіп қалуыңыз мүмкін. Абайлаңыз. Енді ысып тұрған майға аз мөлшерде картопты салып, қуырамыз. Аздап май шашырауы мүмкін, байқаңыз. Картоптың түсі алтын түстес болғанша қуырамыз. Картопымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Енді қағаз сүлгіге саламыз, артық майын өзіне сіңіріп алады. Өстіп барлық картопты пісіріп аламыз. Енді картопқа тұз, паприка және де дәмдеуіштер саламыз. Араластырамыз. Қытырлақ картопымыз дайын. Өте жұқа болып шықты. Кәдімгі дүкендегі қытырлақ картоп сияқты. Сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, сіздерге видеоны лайк басып, комментария жазыңыз және каналға тіркеліңіз. Және де менің Instagram парақшама да тіркеліңіздер. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.